Ескі үйден көшетін болдық. Жаңа үйді әкем, шешем және мен көріп қайттық. Мен 4-ші сыныпта оқимын. Болашақ көршіміз әбдікеш ағалар жем түсіріп жатыр екен. Тосын үйдің іші кең көрінді. Пысық қара бала мәнмен қарап қалыпты. Қимылы ширақ баланың аты Қайырбек екен. Үй іші Қақа дейді. Сабақты өте жақсы оқиды. Күнделігінің бәрі 5. Қызық қар жауғанда басталды. Мен нешеде тұрсам да, қақалардың есігінің алды күреулі жатады. Мен күреп үлгермеймін. Жазда да сол. Қақаның есігінің алды тап-таза сыпырулы. Марат ағамыздың да есік алды тазаланып тұрады. Мен ілесуден қалдым. Қақаны қарашы, көршінің баласы деген әңгіме басталды. Мен сурет салып жүрген үйірмені тастап кеттім. Қадырбек мұғаліммен бірге Қақа қалды. Мен оқуға түсе алмаған жылдың келесісінде Қақа бірден оқуға түсті. Кейін біз ауылдан көшіп кеттік. Көп жылдар өтті. Кейін көрсем, ол ақ көңіл, жарқын жігіт ағасына айналыпты. Далада қар жауып тұрса, Қақа есіме түседі.